Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 96-шы сабақ 49-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты Қыз тумас еді. Қартайғанда Сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Мәтіннің авторы Бауыржан Момышұлы. Мәтіндегі сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіндегі дара сын есімдер шымыр, сары. Ал күрделі сын есімдер орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, аса ажарлы, ақ дидарлы сөздері. Мәтіннің авторы туралы білетініңді әңгімеле. Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау ауылында дүниеге келген. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры әрі жазушы. Қан майданда елі мен жерін қорғау үшін қасық қаны қалғанша қызмет еткен батыр. 50-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын. Ақбоз атқа мініп ап, жұлдыздайын ағамын. Өлеңнің авторы Тұрысбек Еділбаев. Сын есімдерді тап. Мәтіндегі сын есімдер ала, құба, ақбоз деген сөздер. Олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Бұл сөздер ала таң, құба жон, ақбоз ат деген сөздермен байланысып тұр. Және осы сөздердің сынын білдіріп тұр. 51-ші жаттығу. Затты берілген белгілері бойынша тап. Бірінші, сопақ, қызыл және ащы зат. Ол не нәрсе? Пішіні сопақ, түсі қызыл, дәмі ащы. Ол әрине бұрыш. Екінші, жыртқыш әрі қу. Ол немене болуы мүмкін? Бұл әрине түлкі. Түлкі жыртқыш аң және қу. Үшінші, ашық, жылы, суық. Бұл әрине күн. Күн ашық болады, жылы болады және суық та болады. Төртінші зат сұр, қорқақ. Бұл әрине қоян. Қоянның түсі сұр болады және де ол қорқақ болады. 52-ші жаттығу. Заттың сынын білдіретін сөздерді тұсындағы тиісті сөздермен сәйкестендір. Бірінші бағанда ащы, тәтті, қышқыл деген сөздер берілген, яғни сын есімдер. Бұл екінші бағандағы қай сөзге тиісті? Ащы, тәтті, қышқыл, яғни бұл заттың түсі ме, әлде дәмі ме, көлемі ме, пішіні ме? Әрине бұл дәмі. Сүйір, сопақ, домалақ. Бұл заттың түсіне сәйкес келе ме, әлде дәміне, көлеміне, пішіні ме? Әрине бұл пішіні. Кіші, үлкен, ұзын. Бұл заттың түсіне сәйкес келе ме, әлде дәмі, көлемі, пішіні? Бұл әрине көлемі. Соңғысы қызыл, қара, сары. Бұл әрине заттың түсіне сәйкес келеді. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.